Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен әлеуметтік желі қарым-қатынас құралы атты тақырыпты талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге Күлән Бейсенбайқызы. Сөзімді белгілі қазақтың ғалымы, жазушы, ақын Ахмет Байтұрсынұлының сөзімен бастағым келеді. Біздің заманымыз жазу заманы. Жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Алыстан ауызбен сөйлесуге болмайды. Жазумен дүниенің бір шетіндегі адаммен сөйлеседі. Сондықтан сөйлей білу қандай керек болса, жаза білудің керектігі онан да артық. Сөйлегенде сөздің жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жазу сондай керек. Яғни бұл сөзді Ахмет Байтұрсынұлы сонау 20 ғасырдың басында айтса да, қазіргі 21 ғасырда өте өзекті деп айта аламыз. Себебі біздің заманымыз шынымен де қазір жазудың заманы деп айтуға болады. Оның бір үлкен себебі ол әлеуметтік желілер. Өздеріңіз алдыларыңызда көріп отырған тізімдегі әсіресе танымал Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp желісінде күніне бірнеше мыңдаған, миллиондаған хат алмасады екен. Яғни бұл әлеуметтік желілерде тек қана видео қарап, аудио тыңдап немесе контент жасап қана қоймай, сонымен қатар пост жазу, жазылған постқа комментарий беру, яғни пікірлер беру күнделікті іске асып жатады. Сондықтан да сол жазбаларды қисынын келтіріп жазады ма, әлде кетіріп жазады ма, сол жайында біз сіздермен сөйлесіп көрейік қазір. Статистикалық мәліметке келетін болсақ, интернет тұтынушылардың саны 4,9 миллиардтан асты. Мүмкін қазір 5 миллиардтан асқан шығар. Әлеуметтік желілердегі белсенді тұтынушылардың саны 4 миллиардқа жоқ. Күнделікті әлеуметтік желіде әрбір тұтынушының уақыты 142 минутқа жоқ. Орта және шағын бизнес мекемелерінің 81%-ында әлеуметтік платформа бар екен. 2018 жылдың сәуірінен 2022 жылдың сәуіріне дейін әлеуметтік желі қолданушыларының саны 202 миллион адамға өскен екен. Әлеуметтік желілерге әрбір секунд сайын 8 адам тіркеледі. Бүгінде 5 компанияның 4-еуі жұмысшыларды, қызметкерлерін іздеу кезінде әлеуметтік желілердің көмегіне жүгінеді. Facebook, Messenger және WhatsApp күніне 60 миллиард хатты тасымалдайды екен. Яғни күніне 2 миллиардтан астам тұтынушысы бар Facebook'та іскерлік, әлеуметтік, танымдық контент болса, Instagram'да ақпараттық, жарнамалық, ойын-сауық және сауда-саттық контент жүргізіліп жатады. Ал WhatsApp желісінің негізгі функциясы хат алмасу екені баршамызға мәлім. Әлеуметтік желілерге тән қасиеттер: ақпарат алмасу үшін тұтынушы туралы толық мәліметтің болуын. Ол жайында сіздер білесіздер деп ойлаймын. Яғни фото, видео, блогтың қызметі, қауымдастықтар, жеке чат немесе мекен-жайды белгілей алу және тағы басқалары. Жеке парақшаның жасалуы, тұтынушының аты жөнінен бастап, басқа да жеке мәліметтің болуы. Әлеуметтік желідегі хат жазысатын адамдардың басым көпшілігі, яғни қызығушылықтарына байланысты жиналған виртуалды достар емес, шынайы өмірдегі достар, туысқандар, әріптестер, сыныптастар, группаластар және тағы басқалары болуы мүмкін. Қазақ тіліне әлеуметтік желі арқылы қандай сөздер енді, қандай терминдер енді деп сұрайтын болсақ, алдарыңызда көріп отырғандай блогер, пост, аватар, группа дегенді топ деп аударуға болады. Осы жерде сарымен белгіленген екі сөзді коммент дегенді пікір деп, ал басқаларын біз осы қалпында қолданып жүрміз. Лайк, дизлайк, профиль, аккаунт, спам, чат деп қолданады екенбіз. Әлеуметтік желілердің жағымды тұстары қандай? Яғни кез келген нәрсенің, кез келген істің екі жағы болатынын білеміз. Бірінші жағымды жағына тоқталып көрейік. Әлеуметтік желі арқылы бизнес жүргізуге болады. Алыс жақын тұратын достар, туыстармен хабарласуға болады. Жеке қызығушылығына, мамандығына байланысты топтар құрады. Әйгілі болудың мүмкіндіктері, яғни атақты болудың, вайнер, блогер болу деген сияқты. Басқа адамдардың жазбаларына пікір жазу. Яғни бізге осы жердегі ең бір ерекше маңыздысы барлық жерде жазылым әрекеті, яғни біз жазамыз, белсенді түрде қолданылатыны, ол қуанатын жағдай. Енді жағымсыз жағына келетін болсақ, әлеуметтік желінің жағымсыз жағы: жыл сайын әлемде шамамен 100 адам әлеуметтік желілерде қалдырған хаты үшін өмірден озады, яғни қайтыс болады екен. Әлеуметтік желі әлемдегі әрбір үшінші жұптың айырылысуының, ажырасуының басты себепшісі, яғни отбасылардың арасындағы кикілжіңге себепші болады екен.
денсаулыққа кері әсер, сағаттар бойы қозғалыссыз болу, көздің, жүйкенің шаршауына әкеледі. Виртуалды әлемнің әсерінен, әсіресе жасөспірімдерде шынайы қарым-қатынастың болмауы немесе азаюы. Тұтынушылардың теріс пікірлері жазылым арқылы болатын ұрыс-керіске әкеледі, яғни автордың депрессияға ұшырауына ықпал етеді. Сонымен қатар кез келген адам блог жүргізушінің тамаша өмірін, яғни тырнақшаның ішінде тамаша өмірін тамашалай отырып, өзін салыстыру деген де бар, осыған қосатын болсақ, неге менің өмірім осы блогердікіндей тамаша емес, немесе неге мен осындай нәрсеге жетпедім деген салыстырулар да адамды депрессияға, яғни күйзеліске ұшыратады екен. Және тағы бір жағымсыз үлкен мәселе біз үшін қазақ тіліндегі жазбалардың негізгі бөлігі орфографиялық, пунктуациялық, стилистикалық қателерге толы екен. Енді сол жиі кездесетін қателерге келетін болсақ, осы жерде көріп отырған сөйлемдер барлығы WhatsApp желісінен алынған. Қазақ тілінің төл дыбыстарының таңбалануы өте сирек қолданылады. Өкінішке орай, оны тіпті ересектердің де, жасөспірімдер балалардың да жазбасынан байқауға болады. Яғни әрпінің аға, інің и деп, оның у деп, қының к, ғының г, ың дыбысының н деп таңбалануы жиі кездеседі. Мысалы, ертең әжемді қарсы алуға барасын ба, білмеймін дейді. Яғни дұрысын осы видеоның астына жазып көріңіздер. Жіктік жалғауын түсіріп жазу. Отырмын, білмеймін, оқимын деп қысқартып жазу. Дауысты дыбыстарды түсіріп жазу. Мысалы, сәлем дегенді сылым, қыдырып, немесе жатырмын деген сияқты сөздерді жазады екен қысқартып. Шетелдік сөздерге қазақ тілінің қосымшаларын жалғап жазады. Мысалы, каксың, плизбен, гдесің деген сияқты. Сөзді орфоэпиялық норма бойынша жазу. Болшы дегеннің орнына, жазудың орнына бош, айтшы деп жазудың орнына айтшы деп. Тыныс белгілерінің мүлдем қойылмауы. Мысалы, дүкенге шығып барамыз, кешірек кездесейік, бізге кел. Осы сөйлемнің де дұрыс жазылуын осы видеоның астында комментарийға жаза кетіңіздер. Бас әріппен жазу емлесінің сақталмауы. Ертең Ақтауға Мариям тәтемен кетеміз. Яғни бұл жерде де бас әріппен жазылу керек сөздерді, немесе осы сөйлемді толығымен қалай дұрыс жазылу керек, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Келесі жасөспірімдер жазбасынан осы мысалды көре аласыздар. Бірінші түрі ол дұрыс жазылу, екінші түрі жасөспірімдердің қалай қысқартып қатемен жазатындығын көресіздер. Мысалы, сәлем досым, қалың қалай, салам кент, каксың дейді. Шүкір жақсы, өзің қалайсың? Тема ғой, чо там? Бүгін кешке дайындығың қалай? Кешке не істейсің? Келесің ба? Ата-анам жұмыстан келгесін баратын болдым. Проблема, кеш барам, яғни ата-анасының жұмыстан келуін, ол проблема қылып тұр ғой сонда. Жарайды, ендеше кешікпе, күтеміз, кездескенше, давай, кешікпе, ждем дейді. Яғни осы сияқты қысқарту және аралас орыс, қазақ сөздерін, ағылшын сөздерін араластырып, оны араластырғанмен қоймай, көптеген қате жіберіп жазатын жазбаларды байқасаңыздар, мысалдар келтіресіздер деп ойлаймын келесі сабақта. Ересектер жазбасы, яғни бұл менің өзімнің отыратын чаттарымда, яғни достар, көршілер, әрбір адамның басында бірнеше чат бар ғой. Сондай чаттардан алынған. Мысалға, сәлеметсіз бе, қалайсыз, жақсы, өзіңіз ше, не жаңалық, ешқандай, сізде ше, менде жаңалық жоқ. Яғни жазған адамдар осы жазбаларын мүмкін дауыстап оқыса, басқаша көзқараста болар ма еді. Қазір сіздер естіп отырғанда мүмкін күлкілеріңіз келіп, немесе күліп те отырған шығарсыздар, бірақ өкінішке орай осындай сақау сөздер дейміз ба, өте көп қате жіберетін жазбалар қазір қаптап кетті барлық жерде. Инстаграм, Фейсбук желісінде жалпы қай әлеуметтік желіні алатын болсақ та, негізінен мәселелер пікір жазушылар тарапынан жіберілетін қателермен шектеледі деп айтуға болады. Жеке бизнесті жүргізу немесе белгілі бір кәсіпті, тауарды жарнамалауды сауатты жазуға тырысады. Яғни өздеріңіз көріп жүрген әртүрлі жарнамаларда мүмкін тапсырыспен, мүмкін өздері дұрыс жазуға тырысады. Жеке аккаунтты жүргізуде де балалар мен жасөспірімдерден басқа тұтынушылар қатесіз жазуға тырысады. Бірен саран енді бірнеше адам болмаса.
Сондықтан да жалпы кез келген әлеуметтік желіде пікір қалдырған кезде немесе пост жазатын болсаңыз да сауатты жазуға тырысу керек. Ана тілін жақсы білу әркімнің азаматтық борышы. Егер әрбір сөзді орынмен жұмсай біліп, айтқан ойы мазмұнды, нысанаға дәл тиетіндей ұғымды шығып тыңдаушысын баурап алардай әсерлі болса, ана тілінің құдіреті сонда ғана сезілер еді. Ал мұндай шеберлік тек тіл мәдениеті жоғары адамдардың қолынан келер жайт, деп айтқан екен профессор Мәулен Балақаев. Яғни әр адам өзін мәдениеті жоғары, кез келген нәрсеге бейжай қарамайтын адам деп есептейтін болса, осы кез келген әлеуметтік желідегі жазбасына назар аударады деп ойлаймыз. Ғасырлар бойы сақталып келе жатқан қазыналы тіліміздің, яғни ана тіліміз, қазақ тіліміздің қадір қасиетін жоғалтпай, жаңа технология ғасырында әлеуметтік желілер арқылы тіліміздің қолданысын, өрісін кеңейтуге болатындығын әр адам түйсіне білу және сауатты жазу әдетке айналу керек деген пікір айтқымыз келеді. Яғни әлеуметтік желідегі жазбалардың сапасы мен мазмұнына назар аударатын уақыт келді. Назар аударып тыңдағаныңызға рахмет. Осы видео сабақ бойынша тапсырмаларды орындаңыз.